Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялайды. Қамза Қайсар Бақытжанұлы 1995 жылғы 18 қыркүйекте туған. Қазақстан Республикасының азаматы. Сотпен оған қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланған. Ол заңсыз ойын бизнесіне жәрдемдесті деген күдікке ілінуде. Күдікті 5 жыл бойы Instagram әлеуметтік желісінде, сондай-ақ Telegram мессенджерінде жабық арнаны жүргізу арқылы белсенді блогерлік қызмет жүргізген. Күдікті әлеуметтік желілердегі жеке аккаунттарын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының азаматтары үшін Пинко сайтында тіркелуге және құмар ойындарға қатысуға бағытталған тікелей сілтемелерді, графикалық элементтерді және үндеулерді қамтитын бейне материалдар мен жарияланымдарды жүйелі түрде орналастырған. Сонымен қатар бейнероликтердің астында пайдаланушыларға бонус беретін жеке промокодын көрсеткен. Осылайша Қамза азаматтарды құмар ойындарға тартуға бағытталған онлайн платформаны жарнамалап, ойын платформасынан сыйақылар, бонустар немесе пайыздық аударымдар түрінде табыс алып отырған. Заңсыз жолмен алынған кірістерді жасыру мақсатында күдікті криптоәмиянды пайдаланған. Оған Пинко интернет казиносының ұйымдастырушыларынан төлемдер түсіп отырған. Сот санкциясымен 182.736,741 USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды. Егер сізге іздеуде жүрген тұлғаның орналасқан жері туралы қандай да бір ақпарат белгілі болса, қаржылық мониторинг агенттігіне келесі байланыс нөмірлері арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. +7 7172 70 84 78 кезекші бөлім, кол орталық 1458.